Сәлеметсіздер ме? Мен Амангелді мектеп бөбекжай балабақша кешенінің 10-шы А сынып оқушысы Халбекова Гүлсезіммін. Жобамның тақырыбы Каспий теңізінен Алатау жоталарына дейінгі Қазақстанның 7 кереметі. Қазақстан кең аумақты алып жатқан табиғи және тарихи мұраларға бай ел. Батыстағы Каспий теңізінен шығыстағы Алатау жоталарына дейінгі кеңістікте сансыз ғажайыптар бар. Осы аумақта орналасқан Қазақстанның 7 кереметін толығырақ қарастырайық. Қазақстандағы аумағы ғасырлар бойы әртүрлі өркениеттер мен мәдениеттердің мекені болып келді. Архитектуралық мұралар мен табиғат кереметтері елдің бай тарихының айғағы. Бұл жоба палеолит дәуірінен бастап 21 ғасырдың басына дейінгі сәулет ғимараттары мен ескерткіштері, сондай-ақ Каспий теңізінен Жоңғар Алатауына дейінгі табиғи нысандарды қарастырады. Каспий теңізі Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Түркменстан, Иран аумағында орналасқан. Каспий теңізі әлемдегі ең үлкен тұйық көл. Қазақстанның жағалау сызығы шамамен 2340 км. Мұнда бекіре, итбалық секілді сирек жануарлар кездеседі. Каспий теңізі тек географиялық қана емес, экономикалық және экологиялық тұрғыдан да маңызды нысан. Мұнда мұнай мен газ кен орындары шоғырланған, ал теңіз жағалауы жазғы туризм үшін таптырмас орын. Маңғыстау жерасты мешіттері. Мешіттер Маңғыстау облысында орналасқан. Мұнда Бекет ата мешіті, Шопан ата мешіті, Шақпақ ата мешіті орналасқан. Бұл мешіттер тікелей жартастардың ішінде қашаланып салынған. Олар тарихи мұра ғана емес, қазақ халқының рухани байлығының бір бөлігі. Ақтолағай бор таулары. Атырау және Ақтөбе облыстарының шекарасында орналасқан. Бұл аймақтағы тау жыныстары 80-100 миллион жыл бұрын бор дәуірінен қалған. Кезінде бұл жерде ежелгі теңіз болған, сондықтан мұнда тасбақа, акуланың тістері, тіпті динозавр іздері кездеседі. Ақтолағай таулары өзінің ақ түсті жартастарымен, ерекше формаларымен көз тартады. Бұл аймақ археологтар мен геологтар үшін өте құнды орын. Қарақия ойпаты Маңғыстау облысында орналасқан. Бұл Қазақстандағы ең терең ойыз. Аймақ шөлді болғанымен, оның флорасы мен фаунасы ерекше. Қарақия ойпатының табиғи пейзаждары айдың бетіне ұқсас. Ол тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде ерекше кездесетін табиғи формация. Түркістан және Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Түркістан қаласы Түркістан облысында орналасқан. Құрылған уақыты 14 ғасыр, Тимурдың бұйрығымен салынған. Бұл кесене ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енген. Оның биіктігі 39 метр, ал ең үлкен күмбезінің диаметрі 18 метр. Кесенеде Қожа Ахмет Яссауидің бөлек Абылай хан, Қанжығалы, Бөгенбай батыр сияқты тұлғалар жерленген. Бұл Қазақ хандығы дәуірінің басты ескерткіштерінің бірі. Кесене тек сәулет өнерінің кереметі ғана емес, сонымен қатар қазақ халқының рухани орталығы саналады. Шарын шатқалы орналасуы Алматы облысы Шарын өзенінің бойында. Шатқалдың жасы 12 миллион жыл. Оның ең танымал бөлігі Қамалдар алқабы. Ол қызыл құмтасты жер астарымен ерекше. Биіктігі 150-300 метрге жететін тік жартастары бар. Шарын шатқалы табиғаттың таңғажайып туындысы. Оны кіші Колорадо деп те атайды, өйткені ол атақты ақштағы Колорадо шатқалына қатты ұқсайды. Алатау таулары орналасуы Алматы облысы Жетісу өңірі. Ең биік шыңы Хан Тәңірі. Белгілі орындалған тоқталатын болсақ, онда Көлкей көлдері, үш таулы көл, табиғаты көркем жер. Қайын көлі, су астында қалған ағаштары бар ерекше көл. Медеу әлемдегі ең биік орналасқан мұз айдыны. Шымбұлақ Қазақстандағы ең ірі тау шаңғы курорты. Алатау Қазақстанның ең көрікті табиғи аймағы. Бұл жерде тау шыңдары, мұздықтар, ормандар, өзендер мен көлдер үйлесім тапқан. Қорытындылай келе, Қазақстанның 7 кереметі бұл еліміздің бай, мәдени және тарихи мұрасының айқын көрінісі. Олардың әрқайсысы қазақ халқының ғасырлар бойы тарихын, өнерін, сәулет өнерін және табиғи сұлулығын бейнелейді. Бұл кереметтер тек өткеннің куәгері ғана емес, сонымен қатар болашақ ұрпақ үшін мақтаныш пен шабыт көзі болып табылады. Оларды сақтау және дәріптеу еліміздің мәдени мұрасын нығайту жолындағы маңызды қадам. Қазақстанның табиғаты мен тарихына қызығушылық танытқан әрбір адам осы кереметтерді көріп, олардың сұлулығы мен құндылығын бағалай алады. Назарларыңызға рахмет.